болғандықтан біз оның мәнін x өресіне симметриялы қылып көшіреміз. Мысалы, мына жерде бізде -4 болса, ол жоғары қарай +4-ке қарай симметриялы ауысады. Яғни мына жерде бас нүктесі болады да, бұл жерден біз әдемілеп алып, бүйтіп параболаның қалған бөлігін төңкеріп сызамыз. Ал енді функциямыздың мысалы парабола болатын болса, функциямыз яғни x қана өзі модульда тұратын болса, мысалы мынандай момент x-тің өзі ғана модульда тұр. Онда біз модульді бірінші алып тастаймыз да, кәдімгідей параболаны саламыз. Бірақ та y осына келген кезде тоқтап, мына қиылыс нүктесін тауып, осы параболаны симметриялы OY-ге қарай көшіреміз. Яғни бұл жерде біз x осімен қиылысудың 4 нүктесін табуымызға тура келеді. Ол бірінші, мына жерде x үлкен 0 болған кезде және x кіші 0 болған кезде есептеп 4 нүктенің қиылыс нүктесін табамыз. Ол үшін бізде мына функцияның параболасын салайық. Қараңыздар. Біз ең бірінші не істейміз? Ең бірінші біз оның xmn, яғни параболаның төбесін анықтаймыз. Бұл параболаның төбесі келесі формуламен табатындығын білесіздер. Ол -v бөлу 2a және n нүктесі -d бөлу 4a екенін білесіздер. Бұл жерден бізде параболаның a мәні 6-ға, b мәні 7-ге және s мәні бізде 2-ге тең екенін білеміз. Сол арқылы біз әріптердің орнына сандарды қойып дұрыс есептейміз. 7 бөлу 12 шығады. Біз оны обязательно ондық бөлшекке жуық мәнмен аламыз. Ол 0,58 болады екен. Мұнда n-нің төбесі мәні бізде -1 бөлу 24, ол бізде 0,4-ке тең болады екен. Яғни міне оның төбесін біз мынау жерге жазып қойдық. Енді біз екінші не істейміз? Яғни осы төбесін тапқаннан кейін біз екінші x осімен қиылысу нүктесін табамыз. Яғни біз бірінші плюс болғанда, яғни біз мына модульді алып тастаймыз да, кәдімгідей x, y мәндерін табамыз. Дискриминантын табамыз, ол 1-ге тең болады. x1, 2-нің формуласын жазамыз, оның орындарына мәндерін қоямыз. Қойғаннан кейін бұл жерде обычный арифметикамен есептейсіздер неше шығатындығын, сонда бізде шығады 12-ден 8. Оны да біз жуық мәнге алып, 0,67 деп аламыз. Екінші мәні 2-ден 1, ол 0,5 болады. Енді бізде бұл модульдің алдында бізде минус тұруы мүмкін. Сол үшін біз x кіші 0-ден, яғни мынау тұрған 7x-тің алды негізінде минус еді ғой, бірақ біз оны плюс қыламыз. Плюс қыламыз да, одан кейін барып тағы да дискриминантын табамыз. Ол тағы да 1-ге тең. x1, x2-нің қиылыс нүктесін есептейсіздер. Ол бізде 0,6 мен 0,5, бірақ та уже минуспен шығады. Осы нүктесін тапқаннан кейін үшінші біз не істейміз? Үшінші біз өзіміздің OY осімен қиылысу нүктесін табамыз. Оны табу үшін біз x-тің орнына 0 қойып табамыз. Яғни y ол кезде бізде 2-ге тең болады. Ал енді біз осы берілген нүктелердің барлығын сан сәулесіне салайық, яғни координата басына салайық. Қараңыздар, ең бірінші mn нүктесі 0,8 пен 0,04. Бұл жерде мен 4 клетканы 1 деп алдым. Енді 0,58 деген ол мына жер ортасы 0,5 болса, 0,5 болатын болса, онда 0,58 одан сәл көбірек қой. Примерно давайте мына жерді алайық. Мына жер бізде 0,58 болсын. Енді минус 0,04 деген ол төмен түседі, және ол вообще кішкентай болады. Примерно мына жерде алайық. Мына жердің нүктесі, сонда мына жер бізде минус 0,04 және 0,58, мына жер бізде басты параболамыздың төбесі болды. Көрдіңіздер ма? Осыны жазып алайық, енді мынаны өшіп тастайын, себебі сыймайды. Енді осы екеуінен бас нүктесін таптық. Бізде мынау нүкте болған екен. Енді осы нүктеден бізде параболаның тармақтары жоғары кетпей ме, былай. Осы кеткен екі тармағымызды нақты x осін қандай нүктеде қияды? Ол 0,67 мен 0,5-те қияды. Яғни қараңыздар, мына жер бізде 0,58 болса, 0,67 дегеніміз 0,58-ден сәл көп болады. Яғни былай қию мүмкін. Міне осылай шығады. Яғни мына жердегі нүктеміз бізде ол 0,67 болады екен. Мынау нүкте міне. Енді мынау сол жақ тармағы бізде қияды 0,5-те.
нөл бес деген тура мынау нүкте ғой, бірдің жартысы, өйткені көрдіңдер былай қияды. Мына жер бізде сонда 0,5. Енді осы біздің параболаның тармағы былай жоғары кетіп баратыр. Ол бізде мынау y осімен қиылысу керек қой. А бұл y осі дегеніміз бізде нешеге тең болған еді? Міне 2-ге біз жаңа тапқан едік, иә. Яғни мына жер бізде 2-ге тең. Біздің мынау тармағымыз, параболаның тармағы сол 2-ге қарай сызылады. Бізде примерно осылай болады. Параболамыздың тармағы. Бір тармағы. Яғни ол y-ге дейін тоқтап қалады осылай. Өйткені мынау сол жақ ол теріс сандар болғандықтан біз осы параболаны симметриялы, y-ге симметриялы солға қарай көшіреміз. Яғни ол кезде біз мына параболамыз былай төмен қарай кетеді ғой, значит былай қарай төмен қарай кетеді. Бұл төмен қарай кетіп бара жатқан кезде ол мына жерде x осімен қиылысады. Яғни мына жердегі нүктені біз мына жаққа қарай симметриялы көшіру керекпіз. Мына жер 0,5 болады, 0,5-тен сәл көбірек. Мына жерге келеді сонда. Яғни мынау нүкте енді бізде осы жермен қиылысу керек. Және мына жері бізде 0,5 болса, мынау да 0,5, осы 0,5-ке дейін келеді да бүйтіп бұрылады. Енді ол 0,5-тің ар жағы 0,67 болса, бізде ол минус 0,67 шыққан еді, мына жерде минус 0,67. Вот ол мынау біздегі 0,59-дан, мына жер өткен 0,59 сәл көбірек былай қарай кетеді. Мына нүктеміз сонда бізде 0,67 минус болады. Бұл параболамыз сосын барып ары қарай жалғастыра береміз. Былай қарай кетеді. Мына параболамыз сонда жоғары кетеді. Мына параболамыз бізде жоғары кетеді. Сонда біздің параболамыздың, яғни модуль бар параболамыздың графигі осындай түрде болады екен. Біз бүйтіп сызамыз. Бүйтіп төмен қарай кетеді. Мына жақта бұрылады, бүйтіп кетеді.